Ассалаумағалейкум қадірменді достар, қош келдіңдер біздің каналға. Біздің каналымыз геодезия. Біздің каналымызда өте пайдалы ақпараттар бар, сондықтан міндетті түрде тіркеліп, лайкты басып отырамыз, қадірменді көрермендер. Бүгінгі сабағымыз автокадты бастаушыларға, яғни автокадты қалай бастаймыз, қалай шаблон құрамыз, қалай создавать етеміз, соның бәрін сіздерге айтатын боламын. Ең бірінші ғана автокадты аштық. Бізде 2022 жыл, яғни новый автокад. Енді достар, қалай создавать етеміз шаблонды? Ол үшін достар, мінекей сол жақта бұрышта создать деген болады. Папка, соны басамыз. Ең бірінші B создать деп тұрады, яғни егерде F1-ді бассақ, достар, мінекей ол кезде характеристикасы шығады. Яғни справка дейді. Қай жерде орналасқан, сол туралы барлық ақпараттарды айтып кеткен екен. Және де қайта сол жерге алып барамыз. Және де создать дегенде бізге Ctrl-N деп басуға болады. Қазір сіздерге көрсетемін. Ctrl-N-ді бассақ, мінекей создать деген шығады достар. Мен сіздерге басынан бастап айтамын. Бірінші сол жағындағы папкаға, яғни создать дегенді басамыз. Басқаннан кейін мінекей достар, қандай түрде, яғни қандай файлда сіздерге таңдау керек екенін айтатын боламын. Неге достар? Өйткені ACAD ISO-ны міндетті түрде таңдаймыз. Өйткені ол точный размер, яғни нақты размер береді. Яғни чертеж сызған кезде ол, яғни доступ 000 болады. Өйткені чертеж сызған кезде қателіктер болмайды. Сондықтан ACAD ISO-ны таңдаймыз. Открыть деп басамыз. Мінекей достар, шаблонымыз құрылды бізде. Яғни бұл точный, яғни нақты размермен шаблон осы. Достар, оны тексеру үшін бізге тексеру үшін файлды басамыз. Файлды басқаннан кейін utility дегенді басамыз. Осы кезде единица дегенді басамыз, окей деп. Осы кезде мінекей толықтай бізге айтып өтеді, яғни точность, яғни 000 көріп тұрсыздар мінекей. Енді единица измерения бізде миллиметрмен беріледі, яғни нақты беріледі. Сондықтан осы форматпен жұмыс жасауға болады. Окей деп басамыз. Және де достар, сіздерге тағы да қалай құру екенін көрсететін боламын. Қазір бұдан шығып кетеміз мінекей. Тек бұл жерде ғана создать емес, бізде файлды басамыз, создать дегенді бассақ, жаңағыдай ACAD ISO шығады. Міндетті түрде осыны таңдаймыз. Бұл сабаққа нағыз пейілмен қарау керек. Өйткені ACAD ISO деген бұл көп адамдар біле бермейді. Сондықтан естеріңізде болсын, открыть дегенде, яғни ACAD ISO шығады. Достар, енді сіздер күнделікті жұмыс жасайтын болсаңыздар, автокадта сіздер осы әр создавать еткен сайын ACAD ISO-ны баса бермеу үшін, яғни бірден создать дегенді басқанда ACAD ISO болатындай сіздерге үйрететін боламын. Ол үшін достар, қалай жасаймыз? Ең бірінші файлға кіреміз. Файлға кіргеннен кейін параметр деп тұрады. Параметрді басамыз. Параметрді басқаннан кейін достар, файл дегенді басамыз. Файлды басқаннан кейін параметр шаблонов дегенді іздейміз. Таптық не достар, оны басамыз. Басқаннан кейін сіздерге бірден түсінікті шаблон, для команды вы создать, яғни соны басамыз. Басқан кезде бізде нет деп тұр, яғни ештеңе жоқ. Сол үшін біз осы жерге бағанағы шаблонды қоямыз. Ол қалай? Обзор дегенді басамыз. Жаңағы біздегі міне шаблондарымыз шықты. Соның ішінде ACAD ISO-ны таңдаймыз да, открыть деп басамыз. Енді применить дейміз да, окей дейміз. Достар, енді қарамыз мінекей. Бұл чертежді өшіреміз, керек емес. Біз ең бірінші автокадқа кірдік. Бізге создавать ету керек. Ол үшін жаңағы сол жағындағы создать дегенді басқан кезде бізде автоматты түрде осылай ACAD ISO-ның шаблоны шығады. Достар, бұны міндетті түрде естеріңізде сақтаңыздар. Енді қазір сіздерге бір проект ашып көрсетемін. Файлды басамыз, открыть дейміз. Открыть дегеннен кейін, яғни бір чертеж таңдаймыз кез келген. Чертеж таңдаймыз, открыть деп ашамыз. Аштық достар, мінекей. Енді яғни мышканың ортасы, яғни круглый ортасын оңға солға бұрасақ, астыға үстіге бұрасақ, яғни ол автокадта жақындайды және алыстайды. Достар, және ең үлкен увеличение, яғни масштабқа
кейбір кезде келмей қалады. Өйткені жақындатсақ мышкамен до конца бармай қалады мінекей. Бізге тағы да увеличение керек, яғни масштаб жылжыту керек. Ол үшін достар қалай жасаймыз? Яғни командаға жазамыз. Реген деп жазамыз достар. Реген деп жазамыз. Регенді басқаннан кейін міне ары қарай қанша керек сіздерге масштаб сонша жақындата беруге болады достар. Енді бұл файлды қалай сохранить ететінімді сіздерге сразу айтып кетемін, өйткені өте керекті нәрсе. Ол үшін файлға барамыз, сохранить дейміз. Өйткені жұмыс жасап жатқанда автокадтар техникалық ақауға байланысты шығып кетуі мүмкін, немесе ноутбукқа байланысты. Сол үшін осылай файлды басамыз да сохранить деп басып отырамыз. Немесе сохранить как деп атын өзгертетін болсақ, яғни мінекей осы жерде файл тұр, оны басамыз. Новая папка. Біз қандай папка құрамыз? 1, 2, 3 дей салайық, яғни окейді басамыз. Соның ішіне кіреміз де, яғни жәнегіні осы файлды сақтай беруге болады. Немесе достар, егерде бұл файлды біз 2022 болғаннан кейін басқа автокадта ашылмауы мүмкін жылдарына байланысты. Сондықтан егерде сіз жіберетін адамыңыздың автокадына байланысты сақтау болады. Қараңыз, егерде оның автокад 2010 жыл болса, 2010-ды басамыз да, осылай 2010 деп сақтап қоюға болады. Яғни сохранить деп басамыз. Мінекей достар, осылай сақтап қоюға болады. Және де яғни сохранить как деп басып, тағы да былай жасап қоюға болады сіздерге достар. Яғни мінекей біздің жәнегі 1-2-3 деген папкамыз. Осы папканы мінекей насып жанына шығарып қоюға болады. Оны қалай жасаймыз? Оны сіздерге үйретемін. Достар, мінекей артқа шығамыз. 1-2-3 деген каналды аламыз да, үстінен басып, орта қарай жылжытқан кезде бұл осы жерге келеді. Яғни постоянно жұмыс жасайтын болсаңыздар, осылай қойып алуға болады. Отмена басамыз. Мінекей достар, бүгінгі сіздерге сабақ пайдалы болса, лайкты міндетті түрде басып өтіңіздер. Өйткені көп адамдар білмейді қалай шаблон құру керек екенін. Шаблон дұрыс болмаса, яғни чертежда, жұмыста дұрыс болмайды. Сондықтан достар, біздің сабаққа міндетті түрде қарап, лайктарыңызды басып, комментария жазып кетіңіздер. Егерде комментарияларыңызды өте керемет қылып жазсаңыздар, соған байланысты сабақты өткізетін боламын. Сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен болған Ахметолдағы жол, канал Геодезия.